депутаттар, аудандық мәслихаттың бүгін кезектен тыс 40 сессиясының мәслихаттың 7 депутатынан 7 депутат қатысып отыр. Оның ішінде қатыспаған депутаттар жоқ. Сессияны ашуды дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы қалушы жоқ. Сессия ашылды. Енді Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін басқару туралы заңының 10-шы бабы 2-ші тармағына 19-шы бабы 3-ші тармағына сәйкес аудандық мәслихаттың кезектен тыс 40 сессиясы өз жұмысын бастайды. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін басқару туралы заңының 11-ші бабы негізінде кезектен тыс сессияға аудандық экономика және қаржы бөлім басшысы Гүлзира Құмарғазы Жанаева ауыл округі әкімдері қатысып отыр. Сессия жұмысы тікелей эфирде көрсетілуде. Құрметті депутаттар, аудандық мәслихаттың бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес сессияның күн тәртібіне енгізілген мәселелер тұрақты комиссия отырысында қаралып, талқыланып, кезектен сессияға шығару мақұлданды. Атап айтқанда, бірінші, Күршім аудандық мәслихаттың 2024 жылы 23 желтоқсандағы Абай ауылдық округінің 25-27 жылдарға арналған бюджет туралы 32-2 шешімді енгізу туралы. Екінші, Күршім аудандық мәслихаттың 2024 жылы 23 желтоқсандағы Балықшы ауылдық округінің 2020-27 жылдарға бюджет туралы 32-3 шешім өзгеріс енгізу туралы. Үшінші, Күршім аудандық мәслихаттың 2024 жылғы 25 желтоқсандағы Күршім ауылдық округінің 25-27 жылдарға арналған бюджет туралы 32-4 шешім өзгеріс енгізу туралы. Төртінші, Күршім аудандық мәслихаттың 2024 жылғы 25 желтоқсандағы Құйған ауылдық округінің 25-27 жылдарға арналған бюджет туралы 32-6 шешім өзгеріс енгізу туралы. Бесінші, Күршім аудандық мәслихаттың 24 жылғы 23 желтоқсандағы Маралды ауылдық округінің 25-27 жылдарға арналған бюджет туралы 32-7 шешім өзгеріс енгізу туралы. Алтыншы, Күршім аудандық мәслихаттың 24 жылғы 23 желтоқсандағы Сарыөрім ауылдық округінің 25-27 жылдарға арналған бюджет туралы 32-8 шешім өзгеріс енгізу туралы. Осы мәселелердің барлығымен аудандық экономика және қаржы бөлім басшысы Гүлзира Құмарғазы Жанаева таныстырады. Енді күн тәртібінде бекітуді дауысқа саламын. Күн тәртібін. Қарсы қалушы күн тәртібі бекітілді. Сессияны жүргізу регламентін бірінші мәселелер бойынша 5-7 минуттан, анықтама хабарламалар үшін 3 минут. Дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы қалушы жоқ. Регламент бекітілді. Аудандық мәслихаттың регламентіне сәйкес санақ комиссиясы және хатшылық тобын сайлауымыз қажет. Санақ комиссиясы құрамына депутаттар Ләззат Құмарова, Достық Дәулетжанұлы Қатанов, хатшылық тобына Арғынбек Рахманұлы Қабдуллин, Қанат Мұқанов Қидатаевты ұсынамын. Дауысқа саламын. Қарсы қалушы жоқ. Санақ комиссиясының және хатшылық тобының құрамына бекітілді. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе Күршім аудандық мәслихатының 24 жыл 23 желтоқсандағы Абай ауылдық округінің 23-27 жылдарға арналған бюджет туралы 32 шешім өзгеріс енгізу туралы сөз аудандық экономика және қаржы бөлім басшысы Гүлзира Құмарғазы Жанаева беріледі. Құрметті Қайрат Тоқанұлы, құрметті депутаттар және мәслихат сессиясына қатысушылар. Абай ауылдық округі бойынша Қойтас ауылының көше шамдарын орнатудан 10 миллион теңге үнемделіп, ол аудандық бюджетке қайтарылды. Бурабай ауылына мал қорын салудан 14 миллион 140 мың 600 теңге қаражат облыс бюджетке қайтарылды. Құрметті депутаттар, сұрақтарыңыз бар ма? Енді бұл мәселеде тұрақты комиссия отырысында қаралып талқыланды. Шешім жобасы қолдарыңызда. Сұрақ бар ма? Шешім жобасын дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы қалушы жоқ. Шешім бекітілді. Күн тәртібіндегі келесі мәселе Балықшы ауылдық округінің 2025-27 жылдарына арналған бюджет туралы Күршім аудандық мәслихатының 2025-24-25 желтоқсандағы 32-3 шешіміне өзгеріс енгізу туралы. Гүлзира Құмарғазы сөз өзіңізде. Балықшы ауылдық округі бойынша Жоңғысқау ауылындағы шағын футбол алаңын орнатудан 7 миллион теңге үнемделіп аудандық бюджетке қайтарылды. Ақсуат ауылына мал қорын салудан 14 миллион 347 мың 500 теңге облыс бюджетке қайтарылды. Сұрақтарыңыз ұсыныстарыңыз бар ма? Бұл мәселе тұрақты комиссия отырысында қаралған. Дауысқа саламын. Кім қолдайды? Шешім жобасы бекітілді. Күн тәртібіндегі келесі мәселе Күршім ауданындағы аудандық мәслихатының 24 жыл 23 желтоқсандағы Күршім ауылдық округінің 25-27 жылдардағы бюджет туралы
нөмір 32-4 шешім өзгеріс енгізу туралы. Зирак Марғас, сөзіңізде сөз. Күршім ауылдық округінің кіріс бөлігі 21 миллион теңге ұлғайтылып, аудандық бюджетке қайтарылды. Енді бұл мәселені де дауысқа саламын. Комиссиясында қаралған. Кім қолдайды шешім жобасын? Шешім бекітілді. Күн тәртібіндегі келесі мәселе Күршім аудандық мәслихатының 24 жыл 25 жыл тоқсандағы Құйған ауылдық округінің 25-27 жылдар аралығы бюджет туралы нөмір 32 шешім өзгеріс енгізу туралы. Құйған ауылдық округі бойынша Құйған ауылында мал қорымын салудан 13 миллион 815 мың 500 теңге қаражат облыстық бюджетке қайтарылды. Бұл мәселеде тұрақты комиссияда қаралған. Шешім жобасы қолдарыңызда. Шешім жобасын дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы, қалыс қалу жоқ. Шешім бекітілді. Күн тәртібіндегі келесі мәселе Күршім аудандық мәслихатының 24 жыл 25 жыл тоқсандағы Маралды ауылдық округінің 25-27 жылдар аралығы бюджет туралы нөмір 32-7 шешім өзгеріс енгізу туралы сөз Зирак Марғас Жанайға беріледі. Маралды ауылдық округі бойынша Үшбұлақ ауылының кіреберісіне су өткізгіш құбырларды орнатуға 7 миллион теңге облыстық бюджеттен қаражат қарастырылды. Маралды ауылына мал қорымына салудан 14 миллион 171 мың 700 теңге облыс бюджетке қайтарылды. Бұл мәселе тұрақты комиссия отырысында қаралды. Шешім жобасы қолдарыңызда. Дауысқа саламын. Кім қолдайды? Шешім жобасы бекітілді. Күн тәртібіндегі келесі мәселе Күршім аудандық мәслихатының 2024 жыл 23 жыл тоқсандағы Сарыөлең ауылдық округінің 25-27 жылдар аралығы бюджет туралы нөмір 32-8 шешім өзгеріс енгізу туралы сөз аудандық экономикалық қаржы бөлім басшысы Зирак Марғас Жанайға беріледі. Сарыөлең ауылдық округі бойынша Сарыөлең ауылына мал қорымын салудан 13 миллион 817 мың 100 теңге облыс бюджетке қайтарылды. Бұл мәселеде тұрақты комиссия отырысында қаралып талқыланды. Шешім жобасы қолдарыңызда. Шешім жобасын дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы, қалыс қалу жоқ. Шешім бекітілді. Рахмет. Құрметті депутаттар, барлық сұрақтар толығымен қаралды. Осымен кезекте 40-шы сессия өз жұмысын аяқтайды. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Сессияны жабық деп жариялаймын.